су ішу туралы, баламның паильникпен су ішіп бастаған туралы айтып жатқан жерден ютубтан предупреждение келді, минут бітіп жатыр деген, уақытта бітіп жатыр екен. Жалғастырайын. Солай міне осы паильникпен су ішіп бастады, өте жақсы. Енді мен қазір менде мынандай екеу суға арналғаны бар, айранға арналғаны бар. Өйткені біреуін қолданған қиын, ол айран ішетін кезде суға керек болып қалады, қайта-қайта айранын төгіп, жуып, шайып жүруге. Сондықтан менде мынандай екеу. Айранды менің балам сол негізі сүт өнімдерін балаға 1 жасқа дейін бермеген дұрыс, асқазанын бұзып аласыз деп мен ғылыми еңбектерден, мамандардан оқығам. Сондықтан әрқашан егер сіз бір өнімді, бір тамақты балаға бергіңіз келсе, әрқашан алдын ала оқыңыз, интернеттен теріңіз, және жауапты қайдан іздейсіз? Жауапты ғылыми еңбекпен дәлелдеген, растаған сондай мақалалардан іздеңіз. Яғни оны жай ғана біреудің айта салғаннан емес, именно ол маман болсын, дәрігер болсын, сондай ол мақаланы кім жазған, кім айтқан дегеніне мән беріңіз. Сондықтан осы айранды мен баламды емшектен 1 жасында шығардым, 1 жасынан туған күнінен кейін шығардым. Ол туралы бөлек айтып беремін. Содан кейін осы айранды бере бастадым. Бұл мен балам снежок ішеді. Кейде растишка йогурт берем. Кейде растишка йогурт берем, өйткені мен йогурттардың ішінен, дәмдерінен байқағаным, растишканың дәмі кішкене табиғи. Қоспалары аз ба білмеймін неге екенін. Растишканың, мен ойымша, растишканы жасайтын сүттің өзі, қаймақтың өзі бола ма, йогурт жасайтын, сол йогурттың сапасы өте жақсы. Өйткені мен айттым ғой, менің балам табиғи өнімді ғана жақсы көреді. Ол қатты тәтті, қатты химия көп қосылған заттарды, қоспасы көп заттарды жақсы көрмейді, жемейді бұрыннан. Растишканы кәдімгідей, растишканы мынаумен ішіп отқан түрін көрсеңіз, кәдімгі еміп отқандағыдай, бұрын кәдімгі мені еміп отырғандай болып түрі өзгеріп кетеді, әдемі болып. Мен растишканың йогуртын жақсы көреміз біз. Мен жақсы екеніне жақсы деген баға бердім. Енді тағы бір мына жерде ескертейін, қыздар әрқашан, әсіресе бірінші балаңыз болса, әрқашан балаға бірдеңе берердің алдында, ол дәрі болсын, ол жаңадан алынған йогурт болсын, ол бірінші рет берейін деп жатқан тамақ болсын, әрқашан өзіңіз жеп көріңіз. Дәріні де өзіңіз жеп көріңіз. Одан кейін сіз оны балаға қалай беруін ойластырасыз. Тамақ бергенде міндетті түрде өзіңіз жеп көріңіз, өйткені оның температурасы ыстық болуы мүмкін, немесе салқын болуы мүмкін, сіз оны байқамай қаласыз. Өзіңіз жеп көрсеңіз, сіз оны реттей аласыз. Мысалы, біз қазірдің өзінде мен балама тамақ берген кезде, бізге ыстық тамаққа әбден тіліміз үйреніп кеткен, мен сондықтан қасықпен тіліме басқанда мен нормально көрген тамағымды берсем, балам былай ыстық деп білдіртеді, ал мен оны былай сыртынан ерніме бассам, оның ыстық екенін сезем. Яғни менің тілім уже ыстық тамақтарға, ыстық шайға бәріне үйреніп кеткен болып тұр ғой. Сондықтан қыздар әрқашан айтатыным, қандай нәрсені балаға берерден бұрын, балаға қолданардан бұрын қандай нәрсені болса да, әрқашан өзіңізге қолданып көріңіз. Врач балаға дәрі жазып берді ма, бірінші дәмін өзіңіз татып көріңіз, және оны бала жей алатындай, іше алатындай қылып көріңіз. Врач балаға мазь берді ма, крем берді ма, алдымен өзіңізді кожыңызға жағыңыз. Одан кейін білетін шығарсыздар, мысалы мазь, крем берсе, балаға алдымен, балам баспа оны, құлайсың. Кішкене баланың қолына, немесе мынандай жеріне кішкене жағып, қарау керек. Жағып қойып, 10-15 минут күту керек. Сонда ол жердегі аллергиялық реакция болатын болса, соны байқайсыз. Менің балам келіп тұр. Балам, ойнашы. Ойнайсың ба? Телефон керек па саған? Мен баламды түскі ұйқысына ұйықтататын уақыт келіп қалыпты. Қазір осы видеодан кейін үзіліс жасаймын, баламды ұйықтатамын. Байқадыңыздар ма, мына көйлекті танығандарыңыз бар ма? Сумке в роддомда түсірген көйлегім болу керек сол видеода. Так, балаға су ішкізу керек, қыздар. Мен білмеймін, балаға негізі су ішкізу керек, су ішкен жақсы. Туылғаннан бастап, әрине емземіз, сонда да арасында су беріп тұрған пайдалы.
мен балам сол бірінші прикормның ішінде есімде не істегені, сорпа ішкені есімде.